Амансыздар ма, қарақтарым? Амансыздар, апа. Жарайсыңдар, балалар, амансыздар ма, қарақтарым? Балалар, сендер ертек тыңдағанды жақсы көресіңдер ме? Иә. Ой, бәрекелді, сұлу қыз екен қызым. Жарайсыңдар. Қазір мен сендерге бір қызықты ертегі айтып берейін. Айтпақшы, сендер қандай ертегі білесіңдер? Жарайсыңдар, керемет. Ендеше мен сендерге қазір мысық тамақ ішкенде неге жуынады деген ертегін айтып берейін. Сендер мұқият тыңдаңдар, Күндердің күнінде бір торғай ұшып кеп, бір шаруаның қорасына қонады, шашылған дәндерді жей бастайды. Мұны көріп қожайынның мысығы бір мүйістің тасасында тұрып ториды. Аңдып отырған мысық бір мезетте шошып барып торғайды бас салады. Қанатын қапсыра түскелі тұрып, енді бір жақсылап тоятын болдым ғой, дейді. Ей мысық мырза, ұялсаңшы, жуынғанда ұмытып барасыз ғой өзі. Өзіңіздің қожайыныңыз да, оның әйелі де, дүниедегі бүкіл адам атаулы ең алдымен жуынады. Содан кейін барып тамақ жейді ғой, деп айтыпты торғай. Оның да дұрыс екен, деп мысық жақсылап жуынып, сүртіну үшін алдыңғы аяғын тұмсығына апарады. Сол кезде торғай ұзақ ойланып жатпай бір жағына жып береді. Қанатын қағып ұшады да кетеді. Мысық ыза болады. Содан бері қарай мысық атаулы тамақ жегеннен кейін жуынатын болған екен. Ертегі ұнады ма, балалар? Иә. Ертегі не туралы екен? Кім туралы екен? Қандай жануар туралы? Мысық туралы екен, Тағы қандай кейіпкер бар екен? Торғай бар екен, Торғай мысықты не істеді? Алдап кетті, Жарайсыңдар, балалар.